Армысыз, құрметті қазақ елі, есімім Кузнецова Надежда. Қарағанды облысы Қарқаралы қаласының тұрғынымын. Қазақтың келінімін. 3 баланың анасымын. Қазақ тілі менің екінші ана тілім десек те болады. Ұлтым орыс, тілім қазақ, дінім ислам. Кішкентай кезімнен бастап қазақтардың ортасында өсіп, қазақ тілін меңгердім. Көршілеріміздің бәрі қазақ. Олар қазақша сөйлейді, мен орысша сөйлеймін. Сөйтіп үйреніп, қалай үйренгенімді өзім де білмей қалдым. Үлкен ұлым еркін қазақша сөйлейді. Кішкентай ұлым қазақ мектепке барады. Қызым балабақшаға барады. Негізі өз отбасымызда қазақтың салт дәстүрін ұстануға тырысамыз. Жалпы қазақта салт дәстүрлері өте көп. Бірақ жартысы уже қалып барады. Негізі жастар соны қайта жаңғыртса жақсы болар еді. Балаларымыз дүниеге келгенде міндетті түрде шілдехана жасаймыз. Тұсауын кесеміз, мектепке барғанда пляшарын жасаймыз. Маған қазақтың салт дәстүрлері өте қатты ұнайды. Мен өзім айтқандай, бала кезімнен бастап қазақтың ортасында өтіп, әбден сынып, бүкіл салт дәстүрін көріп, содан өтіп, қатысып дегендей, маған еш қиындыққа соқпады ол. Бәлкім басқа жағдайда болса, мүмкін сұрақтар туар еді. Неге осылай, неге бұлай деп, неге осындай салт дәстүр осындай уақытта қолданады дегендей, қайдан шыққан. Еш жерден ойламадым, ауылға тұрмысқа шығам деп. Көбісі айтады, неге деп. Енді басқаша болуы мүмкін емес. Қазақтардың ортасында өскеннен кейін ол басқаша болуы мүмкін емес. Бірақ сонда да ойламадым, ауылдан шығам деп. Бірақ еш нәрсеге өкінбеймін. Қазаққа тұрмысқа шыққаныма біраз жылдар болды. Түскен бетте аса қиын болды деп айта алмаймын. Аллаға шүкір, атам өте керемет кісі еді. Үнемі бізді қолдайтын, үнемі айтатын абысындар осы қайнапалармен, бір-бірлерімен тату тәтті болыңдар, ұрыспаңдар, үнемі ақыл айтатын. Атамыздың мен сүйікті келіні болдым деп ойлаймын, өйткені үнемі қолдап жүретін. Мен де ол кісіні қатты жақсы көретінмін. Ол кісі менің туған әкемдей болды. Мектеп кезінен бастап өзім бүкіл конкурстарға, КВН-дарға қатысып, ойнап, сөйтіп жүретінмін. Мектепте оқығанда ең сүйікті пәнім қазақ тілі болды. Одан кейін медицина колледжіне түскеннен кейін де қазақ олимпиадасына қатысып, одан кейін маған бір мүмкіндік берді осындай КВН-ға қатысуға. Өзге ұлт өкілдерінің арасында бізде бір команда жиналды, күлкі терапия. Академияның атынан шықтық, ойнадық, өте керемет болды. Семейден келген серьезный жігіттер, Өскеменнен келген өнерпаз жігіттер, Жезқазғаннан келген жезтаңдай жігіттер, Сатпаевтан келген сүйкімді жігіттер, Тараздан келген талантты жігіттер, және Алматының керемет жігіттер. Армысыз? Отан отбасынан басталады дегендей, әркім өзінен бастау керек, өз отбасынан бастау керек. Қазақ тілі бұл біздің мемлекеттік тіл. Әр бір азамат қазақ тілін меңгеруге, білуге тиіс деп ойлаймын. Құрметтеп, оқу керек деп ойлаймын. Қазіргі таңда көп курстар ашылып жатыр. Қазақ тілін үйретіп жатыр. Тегін курстар бар. Соған қатысып, қазақ тілін меңгерсе жақсы болар еді. Қазақ тілі мемлекеттік тіл болғаннан кейін әрбір азамат білуге тиісті деп ойлаймын. Қазақ тілін үйреніңіздер.